оқушылар. Ал енді қазір біздер қай сабақ? Ана тіл сабағында біз қазір топқа бөлінеміз. Балалар қазір қай мезгіл? Көктем мезгілінің айлары қандай? Наурыз, мамыр, ал бөлдік. Наурыз, сәуір, наурыз, сәуір, мамыр. Бастырамыз. Топтың аты кім, топтың басшысы кім? Тапсырмалар таратылды ғой, иә? Демалыс тапсырмалары. Яғни сіздер кеше көктемгі демалыстан келдіңіздер. Солай ма? Қалай демалдыңыздар? Әрине. Күшті демалғандарыңыз көрініп тұр. Бәріміз көрсетейікші. Қалай демалдық балалар? Қалай демалдық? Өте жақсы. Енді супер окей деген көрсетіп. Супер окей. Супер окей. Супер окей. Молодец. Өте жақсы. Енді топтық тапсырмаға кірісу үшін бірінші топпен таныстырамыз, иә? Бірінші топтың аты қандай? Біздің топтың басшысы, яғни кім? Жасмин, иә? Сіздің топтың аты? Ол неге байланысты? Ережесін айтшы. Қандай ереже бар? Яғни Л дауысы қандай дауыс? Дауысты ма? Дауыссыз дыбыс. Оның екі жағында не тұрса? Екі дауысты тұрса, ол келесі буынды бастау керек. Отыра ғой. Оқыңдар. Оқы. Нағын деген? Аяқталмапты ғой. Сиырдың. Мен соның мағынасын айтамын, иә? Ал кім айтады маған бір сөз? Мама папаларынан естіп жүрген бір сөз бар ма үйде? Түсінбей жүрген сөздерің бар ма? Қандай сөз? Айтыңызшы. Қандай сөз бар? Үйде. Кім сөз? Кім? Маған бір сөз айтшы. Маған бір сөз айтшы. Қанағат деген сөз. Ал оқушылар қанағат деген сөздің мағынасы керемет. Адам бір нәрсені алғысы келеді. Солай ма? Өмірде жеткісі келеді. Жақсылықты ойлайды адам. Солай ма? Мысалы, сендер не армандайсыңдар? Менің арманым мынандай балалар. Менің арманым, менің оқушыларым керемет болса екен, білімді болса екен деп ойлаймын, иә? Бірақ дей тұра, мен сіздерге қанағат етемін. Сіздер маған осы болғандарыңа қанағат, рахмет Аллаға, разымын деген сөз. Түсіндің? Тоқпын. Қанағат бар жерде тоқшылық бар. Тоқшылық бар. Келесі сөз айтады. Кім айтады? Айтыңдаршы бір сөз. Айта ғой. Қандай сөз бар? Bir söz. Адам дегеннің мағынасы Абай Құнанбаев айтқан. Қалай? 5 тұшпанын білсеңіз, 5 асылыс көнсеңіз. Қалай? Ғылым таппай, орын таппай, мақтанба. Оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, жат, 5 тұшпанын білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қойып, 5 асыл іс көнсеңіз. Сонда осыларды меңгерген адам нағыз адам екен. Солай ма? Оны кім айтты бізге? Абай Құнанбайұлы айтты. Солай ма? Жарайды. Ендеше ыстық орындыққа кім отырғысы келеді? Мен. Ыстық орындыққа отырған адам біріншіден
солай ма? Неге күйеді? Себебі жауап бере алмай қалса. Мен күйдім ба? Мен күйген жоқ, мен терлеп шықтым. Сіздердің. Ал енді сұрақ қояйық. Ал сұрақ қоямыз. Сұрақ қоямыз ал. Сұрақ қояйық. Ана деген мағынасы. Ана деген кім? Ана деген кім? Ананың мағынасы қандай? Ана не істейді? Не істейді ана? Күйдің ғой болшайшы. Ана не істейді? Кім отырады? Дұрыс. Тамақ пісіріп беретін адам. Ана. Киім сатып алып беретін адам. Үй жинайтын адам. Сосын не істейтін адам? Төсек салатын адам. Ананың қызметі көп екен, үй сыпырады. Сонда сіздер не істейсіздер? Дұрыс. Барлығын үйде осының бәрін ана істесе, сендер бірдеңе істейсіңдер ме үйде? Не істейсіңдер үйде? Қоқымдарды жинайды. Сендер сол кезде қоқымдарды жинайсыңдар ма? Көмектесесіңдер, иә? Тамаша, тағы да сөз айтыңдаршы. Мектеп деген білім алатын орын дейді. Айда отырады. Ыстық орынға отырады. Кітап дейді не? Оқитын кітап. Білім аласың. Дұрыс. Кітап. Ата дейді, ата. Ата не деген? Ата. Ата. Атаны білмейсің бе? Атаны білмейсің бе? Кім ол ата деген? Атаны жоқ па сен? Енді айтшы, ата не істейді үйде? Ата не істейді? Ата не істейді? Келді. Ақыл айта ма? Шайдың үстіне ата өсиет айта ма? Намаз оқиды, бата оқи ма? Қайтып бата оқиды? Кән батаң айтыңдаршы, атаның батасын айтыңдаршы. Асқа? Ал айтшы, асқа берекет айтшы. Асқа берекет, адамға қанағат, күллік бәледен аманет. Не тілесең соны қабыл ет. Ал отыра бар. Отыра бар. Келесі кім отырады? Болды. Оқулықпен жұмыс оқушылар. Оқулыққа мән береміз, қараймыз. Мынандай кісі бар ма? Оқулықта. Осындай адам бар ма оқулықта? Қарақтамыз. Міне. Оның суреті бар ма? Жоқ. Міне, Мұзафар Әлімбай. Солай ма? Мұзафар Әлімбай. Онда не деген өлеңі бар екен? Әр сөзде дыбыс орны бар деген. Солай ма? Әріптер кетті шашылып. Шашылды үйме жиме боп. Шашылды үйме жиме боп. Тәртіп жоқ, рет жүйе жоқ. Жатыр. Ол қасында му деген сөз. Орныға. Қараңыз балалар. Қараңыз ал. Мұзафар Әлімбаев. Мұзафар Әлімбаев деген балалар әдебиетінің атасы ақын Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы 29 қазанда Солтүстік Қазақстан облысы Шарбақты ауданында Маралды ауылында туған екен. Қаламгерлік қадамын 1948 жылы 1958 жылдары Пионер журналы мен Қазақ әдебиеті газетінен бастаған. Мұзафар Әлімбаев көп жылдар балалар журналының Балдырғанның бас редакторы болды. Балалардың балауса ойы Балдырғаннан бастау алып жатса, Балдырған журналының беттері Мұзафар Әлімбаев шығармаларымен толысып жатты. Бүгінде өлеңі өсиетке айналып, ақынның балаларға арналған менің ойыншығым,
отпен ойнама, орақ олап, балдәурен, шынықсаң шымыр боласың кітаптары жарық көрді. Мақал сөздің мәйегі, мақалнама, нақыл сөздер, бата менен ер өрер сияқты көптеген көсем бойлы еңбектері еліміздің әдебиетіне елеулі үлес болып қосылған дүниелер. Көкейдегі ойын көп бұйдаламай. Ұл, сен кімнің ұлысың? Айтыңызшы. Ұл, сен кімнің ұлысың? Атамның. Гүл, сен кімнің гүлісің? Отанның. Немесе әдеп үйрен елге қарап, түкірме желге қарап деп тәрбиелік ойын 4 жол өлеңмен сыйдырған Мұзафар Әлімбаев әрқашан текшіл болмай, көпшіл болуды, әдепті болуды, әділетті болуды санасына сіңіре білген ақын. Қазақ балалар әдебиетінің кім екен? Мұзафар Әлімбаев. Нешінші жылы туылған екен? 1923 жылы 29 қазанда туылған екен. Қазақстан облысында Шарбақты ауданында Маралды ауылында туылған екен. Солай ма? Оның өлеңі, бүгін өтетін өлеңіміз қандай өлең? Әр сөзде дыбыс мәні бар екен. Яғни жының өзі мән бере ме бала? Ж әрпі мән бере ме? Жоқ. Оның қасына у қоссаң не болады? Жо болады. О қоссаң не болады? Жо болады. Оған ыл қоссаң не болады? Жо. Ыл қоссаң не болады? Жол. Жол деген не мағынаны білдіреді? Жол деген не мағынаны? Машина жүретін, адам жүретін жолды білдіреді, иә? Егер ыл кетіп қалса, жо деген сөздің мағынасы бола ма? Болмайды. Сондықтан әр сөзде бір дыбыстың мағынасы өзінің орны бар деген екен. Айтшы, жасырақ қандай болады? Естейді, қандай болады жасырақ? Адам жақсы болады. Қандай жақсылық көрдің сен? Жақсы адамдан. Жақсы адамдарды көрдің бе өмірде? Жақсы адам қандай болады? Жақсы болады деді ғой, иә? Жақсы. Саған мынандай тапсырма. Мына жерге кейін ойын жазып. Жаман дейді. Ал, тек сен емес, басқаларды жазып отыр. Мен түсірме. Не жаман болады? Сөз жаман болады, сосын не жаман болады? Ауру жаман, сосын не жаман? Қызғаншақтық жаман, сосын от жаман, сосын тәрбиесіздік жаман, сосын тағы жамандық бар ма? Өмірде жамандық көп екен, ә? Балалар, өмірде жамандық көп екен, ә? Тағы не бар? Жаман не болады? Достың жаманы бола ма? Берген буындардан сөз құрап айт дейді.